20 ғасырдың бірінші жартысында жаңа технология сұнған таңғажайып мүмкіндіктерге тамсанған адамзат баласы табиғатқа үстемдік етіп, оның жабайылығына тұсау салсақ, мінсіз әлем жасаймыз деп ойлады. Өкімет басшылықтары, диктаторлар мен түрлі кәсіпкерлер жоспарлар құрып, жабайы және қолайсыз табиғатты адам қалауына бағынатын ұйымдастырылған жүйеге айналдыру ережелерін таныстырды. Ол кезде ағзалар арасындағы өзара байланыс пен экожүйе ережелер туралы экологиялық білім жаңа қалыптаса бастаған кез болатын. Сондықтан адамдар табиғаттың соншалықты күрделі, өзін өзі реттейтін және оған қарсы жасалған әрекеттерге міндетті түрде жауап қайтаратын жүйе екендігін білген жоқ. Әрқайсымыз табиғаттың бір бөлігіміз. Сондықтан ешкім одан тәуелсіз өмір сүре алмайды. Табиғат заңдарына бағынбау өлімге әкеліп соғуы мүмкін, және кемінде жыртылған егіс алқаптары өз құнарлылығын жояды. Осыдан туындайтын қиын жағдайлар көп шығынға ұшыратады. 20 ғасыр адамдарына табиғаттан тәуелсіз өмір сүру мүмкін деген жаңсақ пікір тән еді. Дегенмен, қазір 21 ғасыр.